Ламылық әңгіме жоқ, прогресс бар, ойын өзгеріп береді, жақсы жағына. Ты по-французски сейчас говоришь? Париж, oui, ça va bien. Ассалаумағалейкум ағайын. Ресейден Қазақстанға келген келімсек. Біздің мемлекетімізден қыруар қаржы алып қана қоймай, біздің тілімізді мазақ қылып келекетіп отыр. Мынау не сұмдық мынау? Мынаны орнына қоятын адам жоқ па не? Біліп тұрып әдейі істеп тұр ғой. Өздеріңіз көріп жатқан боларсыздар. Бүгін кешеден бастап бір жаңалық шулап жатыр қайта-қайта. Жақында ғана болған брифингта біздің футбол құрамамыздың бас бапкері Черчесов мырза қазақ тіліне байланысты айтқан пікіріне қатысты. Енді мен пікіріне дейтін болсақ, бұл жерде дегенде қазақ тілі менен француз тілін шатастырып тұрған. Былай қарап отырсаңыз, негізі бұл видео негізі әлеуметтік желіде дүр сілкіндіріп жатыр, сонымен қатар ерсі көрінуде. Сондықтан да мен енді мынау спорт министрліктің басшыларына, Қазақстан футбол федерациясының басшыларына айтқым келетіні, бұл жерде енді менің ойымша сол Черчесов мырзаға қазақ тілі мен француз тілінің қандай айырмашылығы бар екенін түсіндіре кеткен дұрыс шығар деп мен ойлаймын. Яғни енді ол азамат біздің елімізде қаншама азаматтарға өзінің қызметін көрсетіп жүргеннен кейін, біздің бас құрамамызды бапкер ретінде баптап жатқаннан кейін, менің ойымша қазақшада білмегенмен, дегенмен бірақ қазақ тілі мен француздың айырмашылығын білген дұрыс сияқты менің ойымша. Сондықтан да соған бір мән бере кетсеңіз, өткен себебі біздің қазақ тіл, ол біздің еліміздің бас байлығы. Сондықтан мен осыған нақты бір айтатын ойым, пікірім, өтінішім десек артық болмас. Бұл енді артық дүние. Жалпы шетелден легионер, тренер болсын, спортшыларды алуды түгел 100% тоқтату керек. Ал жаттықтырушылар штабына келетін болсақ, қазақ тілін, мемлекеттік тілді білмейтіндерді мүлдем жұмысқа алмау керек.